Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге 1 килограмм өріктен осындай 4 литр табиғи өрік шырын дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге өріктерімізді жақсылап жуып, сүйегінен ажыратып аламыз. Сүйегінен ажыратқандағы таза салмағы 1 килограмм болу керек. Дайын болған өріктеріміздің үстіне 500 грамм қант қосып, бір қайнатып аламыз. Қайнап болған өріктерімізді кішкене суытып алып, блендермен немесе соққыжималкамен біркелкі пюре дайындаймыз. Пюремізді цитадан өткізіп, мякотін бөліп аламыз. Бөлмесеңіздер де болады, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Мякотынан бөліп алған пюремізді қайтадан қайнап тұрған суымызға құйып, үстіне 2 литр су құямыз. Баяу отта 10-15 минут көбігі шыққанға дейін қайнатып аламыз. Мінекей осымен біздің натуральный нектар согымыз дайын болды. Ас болсын.